Ілияс Жансүгіров бақытты Жамал. Әкесі де, шешесі де ерте өліп, жетімдікті Жамал кішкентай күнінен көрді. Көрінгеннің отымен кіріп, күнімен шығып күнелтті. Көбінесе жүрген үйі Қайралап деген бір жамағайыны болушы еді. Ол Жамалды 13 жасында 5 ірі қараға әйел өлген шалға сатып жібереді. Шал 13-тегі баланы алып, үстіне ұзын көйлек кигізіп, басына жаулық салып, оны кішкене әйел қылып қойды. Бірақ ол шалмен Жамал ұзақ тұрмады. Сүзектен ауырып шал қайтыс болады. Жамал шалдың иесіз үйінде әруағын күтіп бір жыл отырды. Жыл өткен соң күн көрмек үшін Көктал атты станцияға жол тартады. Өтеген Жамалға осы Көкталда кездеседі. Басқа жігіттердей емес, Өтеген еңбекке енжар, жастайынан жұмысқа піспеген жалқау жігіт еді. Жамалдың антамында жұмсағанына көніп, екеуі жақындасып кетеді. Ақырында бір-бірін ұнатып ерлі-зайыпты болды. Міне, содан бері екеуі бірге тұрып келеді. Сол арада ел іші дүрбелең болып кетті. Елдегі байлар малын жасырып, басын сауғалап әрекке түсуде. Соның бірі Жақыпбек. Жақыпбек бастық болып алған соң, алуан түрлі айлакерлікпен колхозшылардың бір-біріне іріткі салып жақсыруға кіріскен. Өтеген Жақыпбектің қол астында жұмыс жасай бастайды. Бір күні Өтегенді колхоз малын алып қашуға көндіріп, Қытайға көшуге бекінеді. Кейін Өтеген осы ісіне қатты өкініп бармақ тістейді. Қашқындар қатарына қосылады. Ал Жамал еңбекке араласып, еңбектен өз бақытын табады. Өтеген кеткеніне тіптен жасаған жоқ. Арғы бетке байын қашырып жіберді. Bir күні бұл да қашып кетеді деген ауыл адамдарының күңкіл сөзі жанына қатты батса да қажымады. Қайта қайраттана түсіп, колхоздың алдыңғы қатарлы адамдарының біріне айналды. Әсіресе аман-есен босанып, ұл тапқан соң Жамалдың қуанышы қойнына сыймады. Колхозды құтым, баласын бақытым деп бекінді. Сондықтан баласының атын Бақыт деп атады. Міне, осындай тағылымды шығарманы Ілияс Жансүгіров жазып кеткен болатын.